Назираны өздерің білесіздер, мына Шымкент қаласының экономикалық тергеу департаменті пирамида құрды, пирамидамен айналысты, халықтың ақшасын көбейтіп беремін деп алып, ешқандай да халықтың ақшасын көбейткен жоқ. Керісінше халықтың ақшасын бір-біріне беріп, жаңағы солай жасаған деген айыптап, қазір қамауда ұстап отыр. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Қазір адвокаттарымыз ішіне кіріп қазір жағдайын біліп жатыр. Енді мен білгім келгені сіздерден, мына пирамида деген нәрсені білесіздер ғой. Пирамида деген ақша көбейтіп беремін деген сөз. Ақша салсаңыздар, ақшаларын көбейтіп беремін деген сөз. Жалпы сіздерге сондай Назираның тарапынан ұсыныстар, яғни жарнама дей ма, әлеуметтік желі болсын, жалпы сіздерге сондай сөздер айтылды ма негізі? Жоқ, айтылған жоқ. Ешқандай да. Ақшаларын көбейтіп беремін деп Назираның тарапынан ондай болды ма, болған жоқ па? Айтылған жоқ. Назираның тарапынан қандай әңгіме болды сіздерге? Біздің тараптан тек жақсы деген әңгімелер. Договормен Назираның өзі заводтан алтынды алып, грамын, пәлен граммнан деп, ол кездерде 18 деді. Одан кейін оны апарып өткізуі 22-ден болып, со 4000 теңгені бізге пайдасын беріп отырды әр граммына. Әр кімнің өз салымына қарай. Назира мен, Назира алтынмен айналысқан кезде барлығын бірігіп, Назирамен бірігіп алтын алдыңдар. Дұрыс қой? Сол Назирамен бірігіп алған алтынды бірге сатып, пайдасын бірге бөлістіңіздер ғой. Яғни Назираның тарапынан сіздерге жаңағы ақшаларыңызды бермей қалып, сөйтіп жаңағыдай аламыз, сатамыз деп айтып, бірақ онда бермей қалған жағдай болды ма? Болған жоқ. Кешегі күнге дейін біз алып отырдық. 1 тиынна дейін қалған 1000 теңгесіне дейін Назира салып жіберетін. Ешқандай да ол кәсібіне адал болды ғой, иә? Ешқандай да сіздерге қиянат жасаған жоқ па? Ешқайсына Назира мына қамалам дегенше қарыз болған жоқ па? Ешкімді алдаған жоқ қой. Ырзамыз Назираға. Назираға бостандық Назираға. Назираға бостандық. Осынша адам. Сіздердің талаптарыңыз не сонда? Назираға бостандық берсін. Біз ары қарай кәсібімізді жалғастыруға мүмкіншілік берсін халық. Біз налогымызды төлеп барлығын заңды жұмыс істеп отырған кезде неге біз кәсібіміз тоқтау керек? Қазіргі уақытта сіздерге келтірілген шығынды Назира келтірді деп қазір айыптап жатыр. Сіздер келісесіздер ма осымен? Назира келтірген жоқ ешқандай да. Өтірік бәрі. Ол наоборот қамалғаннан кейін барып, енді зиян тиіп жатыр. Өйткені біздің кәсібіміздің барлығын тоқтатып отыр. Қамауға ұстаған үшін тоқтап тұр бізде. Сондықтан Назираны босатуын сұраймыз. Ешқандай да талап етеміз барлығы. Енді осы февральдың 20-сынан бері ма заңсыз ұстап отырған белгілі. Сол біздің тоқтаған уақыттағы біздің немізді, пайдамызды солар орнына қойып беремін екен. Осы сұраққа кім жауап береді? Қанша халықтың бала-шағасы шылдап отыр ғой қазір? Сіздер енді Назира қамалам дегенге дейін, Назира сіздердің жаңағы бірге алған затыңның пайдасын бөлісіп отырды ғой. Сіздердің айтуың бойынша. Енді қазіргі уақытта міне Назираның қамалғаны 2 айға жуық уақыт болып қалды ғой. 2 айдан бері ол Назира қамауда отқасын ешкімге ешқандай ақшасын қайтарып беруге, немесе жаңағы алтындарын қайтарып беруге мүмкіншілік жоқ, өздерің біліп отырсыздар, иә? Оған себеп ол қамауда болуы. Сіздердің жаңа Назираның үйінен алынған алтын бұйымдары мен ақша қажатын бәрі мына дердің қоймасында сақталулы. Дұрыс қой? Енді сіздерге ақша қайтарылмай отқаны сол жаңағы Назираның дәрменсіз күйде болып отқаны ғой енді бұл жерде. Ақшаның бәрін дерді алып отыр. Сонымен сіздерге қайтарылмайды. Халық сол осы уақытта ғой ала алмай отқаны. Оған дейін алып отырдыңдар, дұрыс па? Заң қызметкерлері именно солар қойып бере ала ма? Ақшаны. Жоғары тұрған құзыретті органдар. Назира қызымыз бізге Ары қарай 10 күн, 15 күн бұрын ертерек беріп отырды. Өйткені 15 күн сайын беріп отырса халықтың жағдайын жөндесем деп, қанша жетімдер, жесірлердің жағдайын жасап отырды. Біз шынын айтсақ, қаншамыз сол Назираның арқасын салауатты айтып, салауатымызды үйреніп, Құдайға мың қадам шүкір, Құдай жағына сыйынып, біз үкіметтен күтпеген жақсылықты осы Назираңыздан көргенбіз. Барлығымыз осы жердегі. Бәріміз де шынын айтсақ, кредиттеміз, кредиттеріміз қазір блок кезінде тұрыс кәсіпкерлеріміз сенбесе көрсете аламыз. Халықтың барлығы да. Барлық халықтың сұрайтыны тек қана Назираға бостандық. Назираның балапандарын кішкене шырылдатпай үйіне шығарып, ең болмаса үй қамаққа шығарып, қандай да бір үкімет бізге кішкене қолын созып, көмегін берсе деген ойдамыз барлығымызда. Тек Назирамызға бостандық жасаймын. Бүткіл халықтан бір артық сөз келген жоқ осы уақытқа шейін. Бостандық. Рахмет. Ақтауға тұрарлық қыз.
ондай Назира, адал. жалпы мына кәсіп жасап жүрген кезінде жаңа бір екі адамдар айтып қалды, көмек беретін, мына қайырым үй алып берген адамдарға дейді. Сосын жаңа бір науқас адамдарға жаңағы ем домына ақшалай осы жерде бәрі бірігіп, кәсіпкерлер бірігіп отырып жинап берген едік деген сондай бір адамдар айтып қалды. Жалпы сол жақтан айтыңызшы, кім біледі оны? Осы сондай рас па сол, Назира? Шегіне дейін бар даже. Көмек жасағаны бар, ауру бір қыздың еміне деп ақша жинаған. Назираның лично өзінің Каспий Голдынан аударылған көмек бар, чегі бар оның. Оған біз бәріміз куәміз. Үй алып берген де бар. Үй жоқ адамға. Үй жоқ, 5 балалы. Ем дом жасайтын адамға да ақшасын бәрін көмектесті. Қайырымдылық қорымен әптен айналысқан ол қыз. Ешқандай заңға қайшы нәрсе істеген жоқ. Не үшін ұстап отқан біз өзіміз түсінбей отырмыз. Мысалға, кәсіпті ашыңдар. Вот, сонан келіспейміз онымен. Келіспейміз. Ол әр Қазақстанда сонда жеке кәсіпкерлердің барлығының аяғынан иісіп шала берсе, қайтып көтеріледі халық сонда. Мен түсінбеймін. Халыққа кәсіпкерлікті аш, налогын төлеп отырса, заңды істеп отырса, не үшін, не себепті ұстап отырғанын айтсыншы бізге соны. Шығып 2024-тің салық басқармасына төленген 1 миллиардтан астам ақша салық төлеген екен. Өткенде ақпарат естік. Налог төлеп отқан кәсіпкер екен. Міне қазіргі уақытта сол кәсіпкерді қамап қойып отыр. Бірақ мына пирамида деген нәрсені қаншама халық ешкім жоққа шығарып отыр. Ондай нәрсе болған емес. Ешкіміздің ақшамызды көбейтіп берем деп алдап, көбейтпеген жағдай деген ондай болған емес. Ол дер қақтан шығарып алған ақпарат деп міне халықтың осылай жанайқайы. Мен енді сіздердің осы айтылған нәрселердің барлығын енді барынша бізден жоғары жаққа айтамыз, хабарлаймыз. Өйткені жазықсыз жанға бостандық берілу керек. Назира Голд осыған дейін қайырымдылықпен де айналысады деп жаңа естіп жатырмыз. Айтқан кезде сол туралы, қайырымдылық туралы бір ауыз айта кетсеңіз. Назира ханым ол бізге адал, әр жұма сайын қайырымдылық жасап, жаңағы мұқтаж жандарға көмектесіп жатқан жерлері жетеді көп. Жалпы пирамидамен айналысты деген айып тағылуда. Сол айыппен қаншалықты сіз келісесіз, қаншалықты келіспейсіз? Мен пирамида дегенмен вообще келіспеймін. Назира адал, ешқандай пирамида емес, халықты ойлап, адал жұмысын жасап отқан қыз ол. Осы тұрғыда мемлекет басшысына айтарыңыз бар ма? Мемлекет басшысына айтарымыз, қызымызды қайтарсын, жұмысымыз тоқтап қалды, ары қарай жұмысымызды жалғастырайық. Дым кінәсі жоқ, қайтарыңыздар қызымызды. Назира Голд ешқандай пирамида емес, оның бәрі өтірік, жала жабылған. Назира қызымыз адал жұмыс жасаған. Бүкіл халықты ойлаған Әлия мен Мәншүк сияқты осындай адал қыз болып жұмыс жасаған. Қанша адамға жақсылық жасады, ол ешқандай пирамида емес, оның бәрі жала деп білемін. Әрине, ол қызымыз тек қана халықты ойлап шектелмеген, қайырымдылық қорларымен де айналысты. Бүкіл адамдарға көмектесіп, онымен қоса үй жоқтарға үй алып берді. Жаңа денсаулығы жоқ кісілерге ақшалай көмек берді. Отбасы нашар кісілерге жаңағы продукты жағынан болсын, ақшалай болсын, көбінесе көмек беріп отыратын. Әр жұма күні әрине қайырымдылық қорына ерекше көңіл бөлетін ол қыз. Кәсіптеріміз Назира ханым қамалғанға дейін жақсы жүріп отырды. Қамалғаннан кейін мүлдем тоқтап қалды. 2 ай бойы ешқандай жаңағы табыссыз кәсіпкерлікпен айналыса алмай отырмыз. Назира қызға бостандық. Тергеуде берген жауабы Назираның, ол айтып отыр, жаңағы біз алтынмен айналысамыз. Яғни көтерме бағадан үлкен суммада алтын алсақ, арзан бағада береді. Сондықтан халықтан сол ақшаны жинаймын да, көтермемен үлкен бағада алтынды аламыз да. Соны менде 5 сауда орны бар, базасы Шымкентте, сатушыларым бар, солар сатады. Және көтерме бағамен сатамыз. Міне біздің жұмысымыз осы деп айтты. Налог бидік біздер запрос жасадық, қағаздарын алдық. 1 миллиард 200 миллион налог төлеген. Ол Назираның бір өзі ғана, ал қалған адамдарды қоссақ, одан да көбейеді налогтары. Яғни адал, таза тіркеліп заңмен жұмыс істеп отқан адам. Сондықтан Назираның әрекетінде ақша көбейту, пирамида деген қылмыс құрамы мүлдем жоқ. Соған сеніңіздер. Сондықтан ол біз бұл мақсатты, бұл оқиғаны жоғарыдағы басшылар білмейді. Оларға басқаша ақпарат беру мүмкін. Тергеу органы болсын, басқа адамдар. Сондықтан біздің жұмысымыз жоғарыға дұрыс ақпаратты жеткізу.
біз сол мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Яғни Назираны біз өткені Инстаграмға да салдық, қаншама халықтан пікірлер естідік. Назираның жаңағы бір жаман ешкімде көзқарас жоқ, барлық жақсы пікір айтып отыр. Біз содан көріп отырмыз Назираның адал екендігіне. Яғни көмектескен адамдар да бар екен, үй алып беруіне де болсын, жаңағы дәрі емдеуге болсын, басқа. Сондықтан да сіздер оған сеніңіздер. Алдағы уақытта ол сіздермен бірге жұмыс жасайды, сіздерге риза, өзін жақсы ұстап жүр. Біз енді сол бойынша жұмыс жасаймыз, жоғарыға соны жеткіземіз, үлкен басшыларға ұштып, мына жақта осындай үлкен ЧП болып жатыр, заңсыз әрекеттер жасалып жатыр деп. Өйткені Назираның Немшектегі баласы бар, 1 жастағы, 4 жастағы баласы бар, 6 жастағы баласы бар. Соған қарамастан осындай тергеу әрекеті қатыгездік жасап жатыр деп. Жағдай жақсы қазір, өте керемет. Өзін жақсы ұстап жүр. Өзі де айтып отыр жаңа, мен еркек болып тумағанмын. Мен еркек сияқты, менен уайымдамаңыздар дейді. Қасындағы адамдармен де сөйлестік, олардың да жауаптары бірдей Назирамен. Назира алтынмен айналысады, ол пирамидамен айналыспайды деп айтып отыр. Яғни олардың жауаптарына да қарайды, Назираның жауабына қарайды, бәрі сәйкес болса, онда ешқандай қылмыс құрамы жоқ деп айтады. Біз сол жаңағы жанайқайыңды сіздердің және де тергеудің әділ өтуін талап етеміз болды. Әділ болса, адам босатылу керек. Өйткені ешқандай да пирамида дейтіндей бір ілік көріп тұрған жоқпын, ешқандай да адамнан арыз түсіп жоқ, барлығын көріп отырмыз. Міне қазір 1 айдан бері астам уақыт, 2 айға жуық қамап отыр. Әлі күнге дейін пирамидамен алдандым бір адам келген жоқ. Сондықтан осының өзі Назираның жұмысына адал жұмыс істеген. Осыған дейін де Назираның үстінен мен ақшамды алдап алып берген жоқ деген арыз да түспеген. Сондықтан біз енді осы мақсаттың бәрін біз осы қаланың прокурорының орынбасарына айттық, бірақ бізге сын көзбен қарады, бізге баға бермеді, және қаланың прокурорына кіргіміз келген, ол кісі бізді кіргізуден бас тартты. Сондықтан біз өздеріңіз білесіздер құқыларыңыз, бірақ біз оны жоғарыға хабарлаймыз. Халық осындай шулап жатыр, халықпен тілдесіңіздер, халықпен санасыңыздар деп едік, бірақ олар жоқ. Құқықтық баға беріледі, тергеу жүріп жатыр, біз ештеңе айтпаймыз деп жауап берді. Мардымды жауап берген жоқ. 7-8 айдай жұмыс жасадық, уақытылы алып тұрдық, алтындай да алдық, алтындай да сыйлығын беріп тұрды. Ол бізге кішігірім беріліп тұрған Алланың бір кішігірім сынағы деп ойлаймын. Назира ханымға да бізге де біраз адамның арамыздағы нелерді шешу үшін де. Назира ханымның арқасында пайда алып отқан қаншама айналамыздағы адамдар қазір өзімізді соны сен үйттің, сен бүйттің деген арандатушылар да көбейіп жатыр. Назира ханымға тек бостандық. Жалпы адвокат мырза, халықтың жанайқайын жаңа естідік. Осы тұрғыда, яғни Назира Голдқа қатысты пирамидамен айналысты деген айып тағылуда. Жалпы пирамида деген қандай заң жүзінде түсіндіріп кетесіз бе? Назираға пирамида деген айып тағылып отыр. Бірақ ол пирамида деген нәрсені ұғыну керек, оның ұғымы бар. Пирамида деген сөз не? Пирамида деген егер де халыққа ақшаларын көбейтіп берем десе, егер оны көбейту мүмкіншілік болмаса, және де көбейтіп бермесе, онда ол пирамида болған. Ал енді қазір уақытта Назираға қатысты пирамида құрған, пирамидамен айналысқан, халықтың ақшасын алған, оны жаңағы ешқайсының ақшасын бермеген, яғни бірінің ақшасын біріне салған деген уәжді келтіріп жатыр ғой, мысалы қазір дәр әлеуметтік желі жариялап жатыр. Бірақ оның ешқандай да өз дәлелін таппаған. Олай дейтін себебіміз, міне Назираға жаңағы пирамида деген өздерің көріп отырсың, қаншама халық шулап отыр. Ешқандай да ақша көбейтіп берем деп уәде бермегенін, ешқандай да ақша пирамидаға деп салынбағанын, өздерінің тек қана ақша қаражатын, өздерінің бірге зат, алтын бұйымдарын сатып алып, бірге сатып, пайданы бөлісу үшін ақшаны сондай салған. Және де оны барлық жаңағы салымшылар растап өздерінің жаңағы Назираның ешқандай пирамида құрмағанын, және де өздерінің жаңағы тауарға салынғанын, Назира уақытында ол тауардың ақшасын түскен пайданы бөлісіп отырғанын, бірнеше айдан бері жұмыс жасап отқан, қаншама кәсіпкерлікке тіркеліп, қаншама кәсіпкерлер осымен күн көріп отырған, бәрін жаңағы халық өздерің көрдіңіздер, бәрі сол айтып отыр. Сондықтан бұл жерде Назираның іс-әрекетінде ешқандай да пирамида жоқ. Сондықтан мына Шымкент қаласының экономикалық тергеу департаменті заңсыз айып тағып отыр деп айтуға болады. Яғни заңсыз айып тағылып отыр және заңсыз қамауда отыр қазіргі уақытта. Енді олай дейді, заңсыз қамауға алынып отыр. Экономикалық тергеу департаментінде осы бойынша ақпарат түскен дейді, енді мына пирамида құрған, пирамидамен айналысып жатыр деген. Бірақ ол өкінішке орай міне 1,5 ай болды, өзін дәлел тапқан жоқ. Ешқандай да жаңағы пирамиданың дәлелдейтін ешқандай дәлелдемелер әлі ұсынылған жоқ.
Сондықтан толыққанды айтуға болады, Назираны бұл жерде заңсыз қамауда ұстап отыр. Болды. Және қамалғанға дейінгі уақытта Назира Голдтың үстінен арыз шағым түсті ме осы уақытқа дейін? Назира Голдқа қатысты ешқандай да арыз шағым қамалам дегенге де түспеген. Енді қазіргі жағдайда қаншама халықты үгіттеп жатыр, арыз жазыңдар деп. Енді мына Назираның қамалғанына 1,5 айдай уақыт болды, енді 1,5 ай 2 айға жақындап қалды. Енді жаңадан салынған салымшылардың тарапынан бұрын енді Назирамен жұмыс жасамаған, бірінші рет жұмыс жасайын деп жатқан адамдардың салымшылардың уақыттары міне 1 ай болды, 1 айдан асты. Енді олар 1 айдың асты, міне ешқандай ақша ала алмағаннан кейін, енді қазір олар енді арызданайын деп жатыр. Енді оның арыздануы орынды, себебі бұл жерде Назира оларға ақшасын бере алмай жатыр, өйткені ол қамауда отыр. Біріншіден, екіншіден Назираға тиесілі және де қаншама салымшыларға тиесілі алтын бұйымдар мен ақша қаражаттарын бәрін өздері жаңағы актілеп, оны өздерінің қоймасында сақтап отыр. Яғни Назира қазіргі кейіннен салған, жаңадан салған салымшылардың ақшасын беруге ешқандай мүмкіншілігі жоқ. Өйткені қамауда отқаннан кейін, дәрменсіз күйде отыр. Сондықтан осы жайттардың бәрін тергеу кезінде ескерілу керек. Өйткені арыз шағымның бәрі кейіннен түскеннен кейін, яғни қамалғаннан кейін түскеннен кейін, ол арыздың ешқандай да заңды құндылығы жоқ екенін ескеру керек. Сондықтан оған дейін бірақ ешқандай арыздар түспеген. Яғни тек қана бір жалған бір ақпараттың желеуімен тек қана Назира сондай айып тағып, болжам айып тағып, солай қамап тастап отыр. Енді алдағы уақытта тағы да біз мына халықтың жанайқайын біз жоғарыға жеткізетін боламыз. Осы істің өзіміздің қадағалау, бақылауымызға алып отырмыз. Енді осы істің аяғына дейін біз өзіміз қорғайтын боламыз Назираны. Құрметті көрермендер, көріп отқандарыңызды халықтың және де қаншама салымшылардың жанайқайын естіген болатынбыз. Олардың талаптары Назира Голд ешқандай да қылмыс жасамаған және де халықтың басты талабы Назира Голдқа бостандық. Егер бұл талап орындалмаған жағдайда Астана қаласына барып, мемлекет басшысынан осы сұрақтың жауабын талап етуді көздеп отыр. Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы осы істі тікелей өзінің қадағалауына алатын сіздерге жеткіземіз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.